Қайырлы кеш барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгін кеште түсірілетін тарихи видеоролигіміз бұл тарих бетінде Қазалы көтерілісі немесе Асан көтерілісі деген атпен белгілі кеңес үкіметінің жүргізген саясатына қарсылық көрсеткен ірі көтерілістердің бірі туралы болмақ, соған арналады. 1930 жылы қыс-көктем айларында ет және шикізат дайындау науқандарында Қызылорда округінде әртүрлі асыра сілтеушіліктердің орын алуы осы наразылықтың өршуінің негізі болды. Бірнеше қайтара салынған астық салығын жинау, адамдарды қорлау, олардың намысына тию аса дөрекілікпен жүзеге асқан болатын. Осындай жағдайға қарсылық ретінде Арал және Қазалы аудандарында 3000-ға жуық адам күреске шықты деген деректер бар. Бұлардың көпшілігі Сырдарияның сол жағалауын мекендеген Асан руының азаматтары еді. Ауызекі әңгімелерде бұл көтерілістің Асандар көтерілісі деп айтылатынында сондықтан, себебі жаңа айтып кеткеніміздей Асан руы болатын, көтерілістің басы қасында жүргенде. ОГПУ бұл мәселеге байланысты 1930 жылдың 20 қарашасында тергеу жұмыстарын жүргізген екен. Ол мәліметтерден білетініміз, бұл қылмыстық іс бойынша 16 адам жауапқа тартылады. Олардың ішінде Имбетов Әбдіхалық, Еділ Қараев Қалымбет, Өмірбек Мұстафа, Құрекеев Пірімбет, Мәмбеттеев Насыр, Нұрымбетов Арысхан, Таңатаров Айжарқын, Қарақұлып Әбдіраман, Қоныс Жұбанған, Асанов Дәрмен, Қалдыбаев Бошай, Қалдыбаев Аңсат, Мошақов Жақан, Дошманов Ниязымбет, Жақып Сүйіншәлі, Ізімбетов Әли деген азаматтар болатын. Бұл аталғандар әрине көтеріліске ерекше белсенділік көрсеткен және оның ұйымдастырушы тобына енген белсенділер еді. Енді тарихи деректерге қарасақ, көтеріліс 22-ші ауылдан басталған. Ол кезде ауылдардың нақты аты болмағандықтан нөмірленген болатын. 1930 жыл тамыз айының соңғы күндерінде ОГПУ қызметкерлері астық салығын төлеуден бас тартқан осы ауылдың азаматтары Асановты, Тілеубаевты, Қалдыбаевты, Тілеулиевті тұтқындайды. Азаматтарын қамауға бергізілмеген ауыл тұрғындары келесі күні қарсылық көрсетіп, күштеп алысып, жұлысып жүріп, әргі тұтқында кеткен азаматтарын шығарып алады. Көп кешікпей бұл ауылға 19, 20, 21, 23, 25 ауылдарда және Қазалыға көршілес Арал ауданының кейбір ауылдарда қосылып толқуға қатысқан адамдардың шама шарқы мыңның ол жақ бұл жағына жуықтайды. Көтерілістер өздерінің орталарынан әрине хан сайлап алады. Оған 22-ші ауылдың тұрғыны Имам Мақсым Орынбетов ұсынылған болатын. Қазалы көтерілісіне біршама терең зерттеу жүргізген тарихшы Байқадам өзінің еңбегінде мынандай құжаттарды алға тартады. Ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау науқанындағы қателіктерді және асыра сілтеушіліктерді реттеу үшін жоғарыдан Қазақ өлкелік комитетінен Сәрсеков деген келген. Бұл өкілдердің мәлімдемесінде мынадай жолдар бар. Біріншіден дейді, жоспарлар дейді, әр кедейдің, әр батырақтың отбасына да салынады. 5 күн ішінде салықты төлеп тұруға тиіс болған. Қамаудан, тәркілеуден қорыққан қазақ шаруалары иттерді, есектерді, түйелерді сойып, сүйектерін өткізген. Кей жерлерде сиырлардың мүйізін қырқуға да мәжбүр еткен. Екіншіден өткізілген өнімдер үшін бір тиын да төлемақы алмаған. Дінмен күрес кезінде партия өкілдері солақай саясатымен тағы да көзге түсіп қалады. Мешіттер тартып ала бастайды да, мешіттерді тұқым сақтайтын қоймаларға, кеңселерге, түрмелерге, адам қамайтын сондайларға айналдырып жібереді. Бұл әрине дін деген өте нәзік нәрсе. Қазір біздің осы халықтың арасында да ғылым білімнің дамымаған, осы діннен көріп қуалап жүргендер бар. Дәл осындай солақай, шолақ белсенділер сияқтанып, не істеп жүргендерін өзі білмейтін азаматтар қаптап кетті. Міне соңы осындайға келіп соғады. Сонымен егер Қазалы Қармақшы аудандарында Қазалы Қармақшы аудандарының бай азаматтары ертедегі солар осындай қырғын басталған кезде мал мүлкін тонай бастағаннан кейін бай азаматтардың көбісі басқа елге қоныс аударып көшіп кеткен болатын. Сол елде қалған азаматтар енді көшуге шамасы келмеген кедей-кепшіктердің барлығына сол бай азаматтарға салынатын салықтардың барлығын осылардың мойнына іледі. Ол үшін белсенділер көп ойланып, мен қатырып та жатпайды. Мысалы, Қазалы ауданының ауыл шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі Қайнарбаев дінге сенушілерге арнайы салық салуды енгізеді ғой. Көрдіңіз ба, неге жеткендігін оқымаған, көз ашылмаған, жан-жағын көрмейтін азаматтардың дінмен алысының соңы неге келіп соғып атқандығын. Сол ауданның 19-ші ауылының тұрғыны Жәлекей есімді азаматтың
2 аты 1 сиыры болатын. Соған 112 пұт астық салып жіберетін мойнына. Себебі ол кісі бай да емес, бар кінәсі ол кісінің бұрын ол сопы болған, молда кісі болған, сол ғана айыбы. Соған байланысты осындай жүк артып жүреді. Осы сияқты жағдайлар, яғни қарапайым халықты коммунистер жойылсын, дін бостандығы берілсін, дінді қорғайық деген ұрандармен бас көтеруге итермелейді. Қолдағы бар деректерге қарағанда көтеріліске қатысушылар ауылдарды аралап жүрген өкімет өкілдерінің өздеріне ашу-ызаларын, наразылықтарын көрген жерде айқын білдіріп отқан. Мысалы, Алтарық елді мекенінде жоғарыда белгіленген 23 мың пұт астық өткізу жоспарына қарсы жергілікті тұрғындар жиналыс жасап, ашықтан ашық қарсылық білдіреді. Олар астық өткізуге шақырған ауылдық кеңестің төрағасы Молдабаевты мүлдем сөйлетпейді, улап-шулап оның аузын аштырмайды. Кейбіреулер керек десеңіздер таяқ ала ұмтылған кездерде болған. Сода не керек, ауыл адамдар жиналыста арнайы хаттама жасап, ауылдық кеңестің атына мөрін басып, шешім қабылдап, біз ондай астығыңды жинай алмаймыз деп аудан орталығына аттандырып жүреді. Осындай жиналысты Қазалы милициясының бастығы Қайып Нұрмахан бастаған уәкілдер тобы Қарарық деген жерде өткізуге талпынады. Асанов Дәрмен, Қалдыбай Бошай бастаған халық жиналысқа келмей, наразылық ретінде жиналысқа келмейді. Наразылық білдіруші халық 11 тамызда 22 ауылдың Қасқа деп аталатын елді мекенде Ақжан Ақманбетовтің үйінде жиналып қалыптасқан жағдай талқылайды ғой. Онда не істейміз деп өкімет қысып бар жатыр жан жақтан. Сонда енді өкіметке қарсы көтерілу қажет деген шешімге келеді. Жаңағы кісілердің барлығы жиналып сөйтеді. Осыған байланысты елдің арасында үгіт насихат жүргізу, халықты көтеріліске қарсы көтеру үшін Әбдіхалық Имбетов, Насыр Мәмбетов сияқты азаматтар жақын көрші ауылдарға үгіт жүргізуді қолға алып кетеді. Әрине жергілікті басшылардың барлығы бірдей надан топас болған жоқ қой, жаңағы солақай саясат болған жоқ. Олардың арасында да халықтың жағдайын түсінетін азаматтар болған, түсіністікпен қараған азаматтар болған. Мысалы, солардың бірі 22-ші ауылдың партия ұйымының хатшысы Әли Зімбетов болатын. Ол бірден түсінеді өкіметтің істеп отқан тірлігін, және оны халық орындау мүмкін емес екендігін барлығын түсінген Әли Зімбетов бірден көтерілісшілер жағына шығып кетеді. Жергілікті партия ұйымы хатшысының мұндай әрекетке неге барғанын тергеу кезінде берген жауабы айқындап берді. Оған қарағанда 6 тамызда Қазалы қаласынан 22-ші ауылға аудандық атқару комитетінің тапсырмасымен милиция бастығы Қайып уәкіл болып келеді да, жергілікті партия және комсомол мүшелерін қатыстыра отырып шағын жиналыс өткізген. Бұл жиналыста осы ауданнан белгіленген астық жоспарын жергілікті активті таныстырып, енді оны орындалуын талап етеді ғой. Бұл жоспарда шаруалар үкіметке 23 мың пұт астық өткізу керегі ашық жазылған еді. Бұл шешімге ауылдық партия ұйымының хатшысы Ізімбетов Әли бірінші болып қарсылық танытады. Оның тергеуде берген жауабында мынадай жолдар бар. Үстіміздегі жылы дейді, ауданнан берілген 23 мың пұт астықты дайындау жоспарын орындауға бізде мүлдем мүмкіндік болған жоқ деп көрсетеді. Өйткені су тапшылығына байланысты көп жерлерде егін шықпай қалған сол жылдар. Сол себепті мен мұндай жоспармен халық алдына шығуға болмайтынын милицияның бастығы Қайыпқа ескерттім дейді. Бірақ менің ұсынысымды Қайып қабылдамады дейді. Бұл оқиғалардың барлығы ұлы жұт, яғни ашаршылықтан 1 жыл, 2 жыл бұрын алдында болған. Міне халықтың малын тартып алу, күштеп аямай салық салудың арты халықты ашаршылыққа алып келген. Олар біліп отырды ашаршылыққа алып келетінін, бірақ олардың жоспары сондай болған. Бірақ ол жоспарды осы жоспарды орындауға шапқылап жүрген, сол көзге түсіп қалуға тырысып жүрген ұлт сатқындары оны білсе де білмеген болды. Қайып өзінің үгіт насихатын басқа елді мекендерге де жүргізсе керек. 8 тамызда ол Алтарық деген жерде 300-дей шаруаны жиналыс өткізіп астық дайындау жоспарын орындау қажеттігін атап көрсетеді. Жергілікті жерден жаңағы сол жиналған халықтың арасынан сөз алған азаматтар үкіметке өткізетін ондай астық бізде жоқ деп ашықтан ашық өздерінің наразылықтарын білдіреді. Жанжалдың мұнан әрі қалай өршігенін енді нақты деректерден байқай аламыз. Алаш тарихи зерттеу орталығында жарық көрген ру тайпалар тарихының 13-ші томында осы көтеріліс туралы келесідей баяндайды. Мемлекет дейді, кедей шаруалар тұрмысына, халық жағдайларына дұрыс көңіл аудармайды дейді. Керісінше жүрек жалғап отырған астығымызды соңғы дәніне дейін сыпырып алғысы келеді дейді. Біз осы уақытқа дейін мұның бәріне көніп келдік. Ендігі жерде ел болып, халық болып, әрі қарай тіршілік ететін болсақ, бірігіп кеңес үкіметінен қорғануымыз керек деп айтады ғой жиналған жұрт.
бұл айтылған сөздерге түгелдей қосылып өздерінің келісімін, ризашылығын білдіріп, шулап орындарынан тұрып дауыс көтере бастаған. Осыдан кейін өтіп жатқан жиналыстың сәні кетіп, соңы у-шуға айналған шаруалардың кейбіреулері бар бәле осылардан деп ауылдық кеңестің төрағасы мен белсенділерге сендер ауданға егістік жайы туралы дұрыс мәлімет бермегенсіңдер. Сол себептен де бізге олар іске аспайтын жоспар беріп отыр деп наразылықтарын білдіреді. Сонымен не керек? У-шудың аяғы төбелеске ұласқан, ақыр аяғы быт-шыт төбелес болған. Бірақ Асанов Дәрмен және басқа ауыл адамдары ұрыс-керісті тоқтатып, ауылдық кеңестің хатшысы Қожамұрат Нысаға номері 22 ауылдың тұрғындарының атынан ауданнан жіберілген астық жинау жоспарының іске аспайтын жөнінде акт жасатып, оның көшірмесін милицияның бастығы Қайыповтың қолына ұстатып та ауданға қарай жөнелтіп жібереді ғой. Келесі күні ауылдық кеңестің мәжілісі шақырылып, онда да астық дайындау жоспары қаралған. Мәжіліс мүшелері халық жағына шығып, бұл жоспарды бекітпеген, қабылданған шешімді сол күні ауданға халықтың қабылдаған шешімі туралы сол күнге ауданға хабардар етіледі. Арада 4-5 күн өткен соң Қызылорда қаласынан ОКПУ қызметкерлері Чекалин, Ықсанов және басқалар келіп, мыңғаралы шаруаны жинап алады да астық дайындау науқанының мән-жайын түсіндіреді ғой. Бірақ жиналғанда жоспар тағы да қолдамайды. Жиналыс біткен соң ОКПУ-дың қызметкерлері ауылдың белсенділерімен ақылдаса отырып, елді бұзып жүрген Асанов Дәрменді, Тілеубай Жұмасты, Қалдыбай Аңсатты, Тілеулиев Бақыны тұтқындайды. Бірақ та 200-ге жуық ауылдың тұрғыны қырғын шығарып жүріп, әлгі ауылдың азаматтарын төбелесіп жүріп босатып алады. Осы оқиғадан кейін кеңес үкіметінің күштеу саясатынан қауіптенген 22-ші ауылдың азаматтары өз беттерімен қорғану үшін ұйымдаса бастайды. Олар көрші ауылдарға да арнайы адамдар жібереді. Алтарық, Мақпал, Майдакөл деген жерлерде бірнеше жиналыс өткізіп, кеңес үкіметінің шараларын айыптап, оған қарсы көтеріліске шығу туралы шешім қабылдайды. Көтерілісшілердің ең соңғы жиналысы 2 қыркүйекте Қаншынгүл деген жерде болып, онда мен жоғарыда атын айтып кеткен Орынбетов Имам Мақсым хан сайланады. Ханға уәзір ретінде Имбетов Әбдіхалық тағайындалады. Олардың басқаруымен 2-4 қыркүйек күндері 3000-ға жуық адам жазалаушы отрядпен соғысқа түседі. Көтерілісшілерде енді белгілі қарудың ешқандай түрі болмайды, дейін дұрыс қару болмайды. Көтерілісшілер қамшы, қарапайым таяқ, шоқпар тәрізді, балта әрі кетсе аңшылық қоршаудың мылтығымен қаруланған болатын. Сондықтан да жазалаушы отряд көтерілісті бытшын шығарып, азғантай уақыттың ішінде қырғынға ұшыратады. Көтеріліс басшыларының ішінен Иман Қасым Орынбетов, ханға уәзір болған Әбдіхалық Имбетов туралы арнайы деректер енді сақталып қалған. Сол кезде Әбдіхалықтың жасы әрі кетсе 37 деген. Бай деген аты болмаса, бар жоғы ол кісінің 4 ірі қарасы болған, және бір үйі ғана болған екен. Енді бұрын бай болған шығар, енді өкімет тонап жалаң аяқ қылған шығар, ақыр аяғы 4 ірі қарасымен қалдырған шығар енді. Имам Мақсымның діндар екендігін ескеріп, зерттеушілер көтерілістің негізгі ұйымдастырушы және басшы осы Әбдіхалық Имбетов болса керек деп топшылайды. Бұған себеп мұрағат құжаттарында Имбетовтің атының жиі кездесуі болып отыр енді. Осы шайқастарда жергілікті көтерілісшілер 40 адам опат болады, 14 адам жараланған. ОКПУ деректерінде көрсетілген. Бұл бәрі дерек ОКПУ тіркелді. Бұл әрине аз шығын емес енді. Хан сайланған Имам Мақсым шайқастың барысында оққа ұшады. Мұнан кейін жазалау шаралары да қатал болады. Көтеріліске қатысқан 98 адам тұтқындалып, 31 адамға іздеу жарияланады. 1931 жылдың басында ОКПУ үштігінің шешімімен 9 адам ату жазасына кесіледі. Ату жазасына кесілген 9 адамның барлығы 1931 жылдың 4 мамырында Қызылорда қаласында атылып кетеді. 28 адам 2 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге лагерге айдалып кетеді. 16 адам жер аударылады. Көтеріліске қатысқандардың көпшілігі жазадан қашып, Қарақалпақстан, Өзбекстан асып, сояқта Тәжікстан бой тасалайды. Міне, тек қана 1989 жылдың 27 қарашасында ғана Қызылорда облысы сотының шешімімен осы көтеріліске қатысқан азаматтардың барлығы ақталып шығады. Кейіннен осы көтерілістің құрметіне Сырдария өзенінің Әлсейіт өткелінде көтерілісшілердің құрметіне үлкен ескерткіш орнатылған болатын ағайын. Бұл қазақ даласында 20 ғасырдың басында кейбір деректер бойынша 400-ге жуық көтерілістер болды дейді Совет үкіметіне қарсы. Олардың тарихы зерттелгені бар, әлі зерттеуін күтіп жатқаны бар.
ашық айтылмай жүргені бар. Бұл әрине солтүстік жағымыздағы көршілердің әсері де болса керек, ашық айта алмай жүргені. Осындай ірі көтерілістердің бірі, халықтың жадында қалған қайғылы көтерілістердің бірі осы Асан көтерілісі болатын.